Медина. Қош келдің, Медина, көңіл қалай? Көңіл жақсы. Медина, сенің жасың нешеде? Менің жасым 8-де. Осы оқу жылында қалай аяқтадың? Мен осы оқу жылын 5-те аяқтадым. Жазғы демалыстар келді, ал жалпы осы жазға қандай жоспарларың бар? Мен жаңа ән жазам, және Сочқа лагерьге барам. Медина, сен жақында Ақтөбе қаласындағы Voice Kids 2021 байқауына қатысыпсың, ал осы байқаудан сен жүлделі орын алыпсың. Байқауда қанша балалар қатысты, қандай жас аралығы болды? Байқауға 50 адам заявка берді, бірақ одан 11 баланы алды. 7 жастан бастап 14 жас аралық балалармен сайыстым. Ал бұл байқауға сені кім дайындады? Бұл байқауға Мират студиясындағы Мират Есетов ағайым дайындады. Байқау барысында дос таптың ба? Байқау тез өткен жоқ. Бізде бірінші фотосессия болды. Содан кейін бірнеше күннен кейін ағаш отырғыздық. Сол кезде біз таныстық. Ал байқаудың басталған кезде біз достар сияқты бір-бірімізбен сөйлесіп кеттік. Бұл байқауда сен қандай ән орындадың? Бұл байқауда 2 тур болды. Мен бірінші турда халық әні Арманайды орындадым. Және екінші турда мен Арета Франклиннің Сен әнін орындадым. Байқау қаншалықты қиын болды? Қандай талаптар қойылды? Байқау қатты қиын болған жоқ, бірақ мен қобалжыдым, өйткені мен өзіме үлкен апалармен сайыстым. Осы Voice Kids 2021 байқауынан басқа тағы қандай байқауларға қатыстың? Мен осы мамыр айында телевизионный Балаленд байқауына қатыстым. Мен Балафест байқауына қатыстым. Өскенде кім болғың келеді? Өскенде Дегмаш ағайым сияқты атақты әнші болғым келеді. Ал сен ән айтудан басқа тағы немен айналысасың? Мен жетіген және фортепианоны тартуды үйреніп жатырмын. Болашақта қандай жоспарларың бар? Болашақта мен ән жазамын және Сочқа лагерьге барамын. Қандай спорт түрлерімен айналысасың? Мен көбінесе жүгіру және велосипед тебемін. Медина, сенде қанша авторлық әнің бар? Менде 3 авторлық әнім бар, және мен осы жазда 4-шін жазамын. Жарайсың, Медина. Медина, өзінен ән сұраймыз. Жақсы, мен сіздерге Dance Monkey әнін айтып беремін. Ал ендеше достар, Мединаның орындауында Dance Monkey әнін бірге көрейік.
Медина, бізге қонаққа келіп осындай тамаша сұхбат бергеніне көп рахмет. Алдағы уақытта тек қана сәттілік тілейміз. Ал достар, біз бағдарламаны одан